Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздермен Narakit бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Іздеу жолағына narakit.com деп жазғаннан кейін осындай бет ашылады. Бастапқы беті ағылшын тілінде болады. Біз оны тінтуірдің оң жақ бөлігін басып, перевести на русский язык деп бетті орыс тіліне аударып аламыз. Зарегистрироваться тетігін басу арқылы өзіміздің электронды поштамызбен тіркелеміз. Мен Google аккаунтымен тіркелдім, және де мой счет дегенді бассам, маған бірден өзімнің профилім ашылады. Narakit бағдарламасының мүмкіндіктері қандай? Ол дайын мәтіндерді дыбыстап береді, яғни диктордың қызметін атқарады, және де әртүрлі презентацияларыңызды видеоға айналдырады, және де дайын сценарийлардан видео жасай алады. Мәтіндерді дыбыстау әсіресе тіл сабақтарына өте маңызды. Мәтіндерді дыбыстау үшін создайте новый аудиофайл из сценария батырмасын басыңыздар. Язык бөлімнен біз тілдерді таңдаймыз, яғни көріп отырсыздар, тілдер каталогы өте бай, қуантарлығы қазақ тілі бұл каталогқа енген. Мен қазақ тілін таңдадым. Голос батырмасын басу арқылы біз кейіпкерді таңдаймыз. Бұл жерде Гүлшат, Берік, Фархат, Алтынай есімді 4 диктордың дауысы бар. Енді скрипт деген жерге дыбыстайтын мәтіндерімізді көшіріп алып келеміз. Бір кемшілігі ұзақ мәтіндерді дыбыстау мүмкін емес, қысқа абзацтарға бөліп, артынша бірге басын қосуға болады. Мәтіндерді енгізген соң создать аудио деген батырманы басасыздар. Бізге осындай дайын аудиофайл түседі. Бұл кейбір тұсы Instagramға ұқсайтын әлеуметтік желі. Онда қолданушылар түрлі жарияланымдар мен суреттер бөліседі. Олар тақталар деп аталатын бөліктерге. Енді оны скачать батырмасын басу арқылы өздеріңізге жүктеп алып, қалауларыңызға қарай қолданасыздар. Егер видео пайдалы болса, ұнату белгісін басып, және де төменге комментарий қалдырыңыздар. Басқа мұғалімдермен де бөлісе отырыңыздар.